Қайырлы күн баршаға! Бүгін сіздермен өте дәмді етті бәліш рецебімен, яғни чебурек рецебімен бөлісемін. Қамыры ерекше жұмсақ, әрі шеті қытырлақ болып піседі, ал іші шырынды еттен тұрады. Сіздерге де дәл осы рецеппен жасауға кеңес беремін. Және де мені қолдау мақсатында каналыма тіркеліп өтіңіз, лайк, пікір қалдырыңыз. Ендеше қажет заттар тізімімен таныстыра кетейін. Бізге 500 грамм жоғары сұрыпты бидай ұны қажет. Бөлме температурасындағы бір жұмыртқа қажет. 100 грамм ерітілген 82% сары май керек болады. Және де дәміне қарай тұз қосамыз. Мен жарты шай қасық тұз қосамын. Және ең бастысы бізге қайнап тұрған ыстық су қажет, 200 мл көлемінде. Ендеше қамырын жасауға кірісейік. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп аламыз. Сосын үстінен жарты шай қасық тұзымызды саламыз. Сосын жұмыртқамызды жарып қосамыз. Вилканың көмегімен жақсылап араластырып шығамыз. Бір келкі араластырып шығу қажет. Сосын қайнаған ыстық суымызды қосып, тез-тез араластыруға кірісеміз. Қолыңызбен араластырмаңыз, қолыңызды күйдіріп алуыңыз мүмкін. Сондықтан міндетті түрде венчиктің немесе вилканың көмегіне жүгініңіз. Қамырыңызға салқын суға қарағанда ыстық қайнаған суды қоссаңыз, қамырыңыз өте жұмсақ болып шығады. Дәмі заварной тестоға ұқсас дәмді болады. Сосын алдын ала ерітілген сары майымызды қосып, бәрін бір келкі араластырып шығамыз. Алдымен вилканың көмегімен жақсылап араластыра беріңіз, сосын сәл ыстығы басылған соң қолмен араластыруға кірісіңіз. Мінекей қолдың көмегімен осылай қамырымызды жақсылап илеп шығамыз. Видеода көргеніңіздей қамыр өте жұмсақ болып шығады. Ендігі кезекте қамырымызды демалдыру үшін ыдысымызға саламыз және де бетін жауып қоямыз. Иленген қамырымыз демалып, иіні қансын, ал біз оған дейін фаршымызды дайындаймыз. Яғни чебуректің салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 500 грамм еттің фаршы қажет. Және де дәл солай 500 грамм пияз керек. Пиязды көп қосқан сайын чебуректің іші өте шырынды болып піседі. Енді пиязымызды турауға кірісеміз. Жіңішке ұзын етіп турасаңыз болады. Ет тартқыштан немесе теркадан өткізіп қосуға болады. Ал мен осылай майда жұқа 4-3 етіп тураймын. Дәл осылай қалған пияздардың бәрін турап шығамыз. Енді туралған пиязбен фаршымызды табаға салып қуырып аламыз. Қуыру үшін өсімдік майын құямыз. Майымыз қызған соң пиязды және фаршты салып қуырып аламыз. Мен осылай ең алдымен пиязды салып қуырып аламын. Жақсылап араластырып отырамын. Сосын фаршты, яғни тартылған етімізді салып, жақсылап қуырып аламын. Сіздер туралған майда туралған етті қоссаңыздар да болады. Олай да өте дәмді шығады. Немесе осындай тартылған етті қосыңыздар. Енді табамыздың бетін жауып, пісіріп аламыз. Мен чебурек жасағанда үнемі ет пен пиязды осылай дымдап пісіріп аламын. Дәміне қарай тұз қосамыз, және де қара бұрыш қосамыз. Бәрін жақсылап тағы да бір рет араластырып шығамыз. Ұзақ пісірудің қажеті жоқ, тек пияздың тірі болмағанына дейін күтесіз. Міне біздің етті салмамыз дайын. Енді салмамызды суыту үшін басқа ыдысқа салып қоямыз. Қамырымызды жайып болғанша салмамыз суып үлгереді. Ал тезірек суы үшін осылай қасықпен араластырып қойсаңыздар болады. Ал енді қамырымызды жайып шығамыз. Үстелдің бетіне ең алдымен ұнымызды себеміз. Қолымызбен басып шығамыз және сосын оқтаудың көмегімен жұқа етіп жаямыз. Қамырымыз өте жұмсақ, сондықтан ұнды көбірек сеуіп, жұқа етіп жайып шығу керек. Қамырды жұқа етіп жайсаңыздар, чебурегіміз қытырлақ болып шығады. Ортасы жұмсақ, ал шеті қытырлақ болып піседі. Мен осындай ыдыстың көмегімен бауырсақтың формасында етіп дөңгелек қып кесіп шықтым. Сіздер көлемін өздеріңіз қалағанша жасасаңыз болады. Үлкен чебурекке қаласаңыз, үлкен кесенің көмегімен кесіңіз. Немесе кішкене зуаладан қамырды бөлек-бөлек жайып алсаңыз болады. Мінекей қамырымызды кесіп болдық, және де салмамыз да суып үлгерді. Барлық чебурек қамырына бірдей етіп салманы салып шықтым. Жарты ас қасықпен салдым. Немесе бір шай қасық толтырып салсаңыз да болады.
Рецептте көрсетілгендей, қамырдың барлығына салма дәлме-дәл келді. Салмамыз да қамырымыз да артылған жоқ. Осындай жағдайда біздің оңтүстік өңірінде ниеті таза екен деп айтады. Ал енді чебурегімізді түйуге кірісеміз. Видеода көрсетілгендей қамырымызды екі бүктейміз, сосын жақсылап бекітіп қолымызбен басып шығамыз. Содан соң вилканың көмегімен чебурегіміздің шетін басып шығамыз. Осылайша қамырымыз екі рет жақсылап бекітіледі және де әдемі болып шығады. Қалған чебуректерімізді де дәл осылай түйіп, вилкамен бекітіп шығамыз. Мінекей чебурегіміз осындай әп-әдемі болып шығады. Енді чебуректі қуыратын табамызды отқа қоямыз, үстіне май құйып, қызғанын күтеміз. Майымыз қызды, енді бір-бірден салып чебуректерімізді қуырып аламыз. Екі бетінен аунатып, жақсылап қызартып қуыратын боламыз. Вилканың көмегімен чебуректің екінші бетін аударып қызартып қуырамыз. Чебуректер пісті, енді барлығын сүзіп алып, салфетка орналасқан табағымызға саламыз. Яғни артық майын салфеткамыз алып тастайды. Қалған чебуректерімізді де дәл солай екі бетінен қызартып, майға қуырып аламыз. Ең соңында мен бауырсақтан артылған қамырымды қуырып алдым. Және де чебуректі дөңгелек қып қиғаннан соң қалған артық қамырларын бәрін біріктіріп, осындай үлкен бір чебурек жасадым. Екінші бетіне аудардым. Міне үлкен чебурегіміздің де екінші бетін аударып қуырдым. Мінекей қызарып пісті, енді барлығын бір-бірден алып сүзіп алдым. Енді үлкен чебурегімнің де жақсылап қызарғанын күтемін. Мінекей соңғы чебурегіміз әдемі болып қызарып пісті. Қамыры өте жұмсақ және де қытырлақ. Мінекей осы рецептпен қонақ дастарханына арналған бірлеген чебуреки дайын болады. Демалыс күні өздеріңізге де жасап, отбасы мүшелерін қуантсаңыз болады. Мінекей қараңыздаршы, әп-әдемі болып пісті. Ішін бөліп көрсетемін. Етіміз, пиязымыздай әдемі болып піскен, жұп-жұмсақ. Тамаша, дәмі де, көрінісі де, иісі де өте керемет. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк пікір қалдырыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыз.